Соңғы жұмыс деген жерім білім саласы ғой, енді білім саласының қызықтарын айтайын. Сүлейменова да депутат болып тұрған кезде депутаттық запрос бойынша кіші қызметкерлердің жалақысын көтеру туралы қайта запрос жасайтын тұғын. Оны біздің жаңағы жергілікті атқарушы орган істей алмайтынымызды біледі. Ол тек қана министрліктің бұйрығымен зарплата көтеріледі. Ал енді Сүлейменова министр болды. Сүлейменова енді сол жалақысын көтере ме? Сұрақ сол кезде. Өзінің депутаттық запростарына енді өзі жауап беруге тура келеді ғой. Енді соны көтере ме екен. Енді мына кезде мынандай тағы бар. Аймағамбетов әкім болып министр болып тұрған кезінде ол жаңағы мектептің мұғалімдерінің жалақысын көтеру тенденциясын қалыптастырды. 4 жылда 100%-ға 25-25%-дан 4 жылға көтерілді. Енді мына кезде мынаны ұмыт қалдырған жалақы көтеру туралы да. Мысалы бір мектептерде бір мұғалім 27 сағат беруі мүмкін. Болады ондайлар. Басқа маманның тапшылығына байланысты. Бірақ оған 10% доплатасы ставкасына ғана төленеді да, 5 жаңағы 0,5 алынып отқанына төленбейді. Сол кезде ашыққа кеткен. Енді сол бойынша бүкіл Қазақстан төледі. Қазір енді комиссияның жаңа ревизияның қорытындысы бойынша олар 10% артық жалақы алған болып есептелді. Ол бір удар болып келді ме мектептің мұғалімдеріне? Биылғы жылдан бастап мұғалімдер екі жерде жұмыс істемесін дегенде министр шығарып қойды. Жаңағы еңбек министрлігінің вице-министрі айтты. Енді сол бойынша тағы мұғалімдерді қазір қыспақ қалуды бастады. Жалақыларını көтердік, осындай болып отыр. Олар жаңағы мұғалімдердің жалақысы кей жерлерде жақсы, келсем, бірақ олар бір бағдарлама дайындау үшін, бір сабақ беру үшін қаншама материал дайындайды, оны ешқайсысы қаперімге алынбайды.